құрметті кітап жанашырлары. Мен Түркістан облысы Түлкібас ауданы Керейт ауылының тұрғынымын. Ордабай Ағбайұлының 5-ші сынып оқушысымын. Мен бос уақытымды тиімді пайдаланамын десем артық болмас еді. Себебі кітапхана менің ең жиі келетін орным. Кітап адам баласының сан ғасырлық ақыл-ойының жемісі, тарихы мен тағылымның алтын сандығы. Кітап дегеніміз алдыңғы ұрпақтан артқы ұрпаққа қалдырған рухани өсиеті. Кітап оқудан тыйылсақ, ой ойлаудан да тыйылар едік, деген еді Ғабит Мүсірепов. Кітап таңдап, талғап оқи білу, оны түсіну мен түйсіну, алған әсерді өмір қасиетіне жарата білу әрбір адамның білігі мен білімін, пайымы мен парасатын айқындайтын алғы шарттардың бірі. Мен кітапхана меңгерушісі көмегімен Мұхтар Әуезов атамыздың Көксерек әңгімесін оқыдым. Оқыған кітабымды сіздерге баян еткім келеді. Ол қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Бөрлі деген жерде 1897 жылы 28 қыркүйекте дүниеге келді. Оның шыққан руы Қожа. Ол атасының үйретуі бойынша арабша хат таниды. Ол 1908 жылы Хазірет Камалдин медресесіне оқуға түседі. Ол сол жерде орыс тіліндегі курсқа да жазылады. 1910 жылы ол 5 сыныптық училищесіне түседі. Ол ең соңғы сыныпында Дауыл атты өзінің шығармасын шығарады. Деген әңгімелері бар. Жетім, қилы заман, қараш-қараш оқиғасы және Көксерек одан тағы да басқалары. Мен соның ішінен Көксеректі оқыдым. Ол маған өте қызықты болды. Мен сол Көксерек әңгімесін сіздерге баян еткім келеді. Баяғыда Қарады дейтін ауыл болады. Оның шетінде жартастар болады. Оның қасында ит мұрындар көп өсетін. Соның арасында адам сиятында 2 ін болатын. Сол 2 інге жаздық күні 2 қасқыр келіп көшеді. Оның көптеген күшіктері болады. Bir күні олар сол жатқан қасқыр өзі бір дыбыс естиді. Ол 2 аяқтылардың келе жатқанын біледі. Өзінің бүлтіріктерін іннің ішіне тығады да, өзі ит мұрындардың ішіне кіріп кетеді. Ол 2 аяқтыларды көреді. Адамдар іннің ішінен 7 бүлтірікті алып шығады. Оның 5-еуін көздерімен қарап тұрып өлтіреді да, 2-еуін қалдырады. Біреуін өздерімен әкетіп, біреуін сол жерде қалдырады. Олар кете салысымен сол қасқыр шығады да, өзінің жалғыз бүлтірігін алып кетіп қалады. Сол ауылға бүлтірік келгеннен соң ауыл шу болады. Көптеген малдар өле бастайды. Ал сол бүлтірік келгенде ауылға 2 күннен соң көзін ашады. Оны Құрмаш дейтін балаға береді. Құрмаш оның атын Көксерек деп қояды. Оны әжесі мен Құрмаш екеуі бағады. Ол өскен сайын кәдімгі иттермен бірдей болып келе жатады. Олардан Көксеректің иттерден ешқандай айырмасы болмайды. Бірақ ол иттерден қатты қорқатын. Себебі оларға сол ауылдың төбеттері көп тиісетін. Бірақ ол өзіне тістері батып жатса да дым демейтін. Тек қана өзінің бетін ыржитқаннан басқа. Ол кейін ауылда 3 күндеп жоқ болып кете беретін болды. Ол біраз күн жоқ болды. Сол күндері орманда жүргенде өзін ақ қасқырды байқайды. Ол екеуі көп күн аң аулайды бірге. Әр ауылдан әр ауылға барады. Содан соң ол екеуін сол малдары жойыла бастаған соң адамдар сол 2 қасқырды іздеуге шығады. Сол кезде оны іздеп жүргенде ол 2 қасқырды байқайды да, ақ қасқырдың артынан кетеді. Екеуі 2 жаққа бөлініп, ақ қасқырдың артынан кететін болады. Сосын Көксерек өзінің аңшылардың кеткенін байқайды да, сол ақ қасқырды іздеуге барады. Ақ қасқырды өзеннің жанынан табады, бірақ ол өліп жатады. Ол қатты ашуланады да, жалғыз өзі әр ауылды жымқыра бастайды. Сол жымқырып жүргенде бір топ үйір қасқырларды көреді. Сол қасқырларға қосылады. Біраз күннен соң сол үйір топтың
бастығымен төбелесіп қалады. Сол кезде төбелескен кезінде сол көксерек сол бастықты жеңіп, сол үйірдің өзі басшысы болады. Ол біраз күн соларға көмектеседі, көптеген аздық табады. Бірақ ол біраз күннен соң сол үйірден шығып кетеді. Шығып орманда жүргенінде бір баланы көреді. Ол бала өзінің малын жайқап жүреді. Малдарын орманда жайып жүреді. Сол кезде ол Құрмаш сол балаға көзі түсіп өлтіргісі келеді. Сол кезде ол бала Құрмаш еді. Құрмаш ол көксерек екенін таниды, бірақ көксерек оны танымайды. Сосын көксерек ол Құрмаштың бетіне жатып, оны өлтіріп тастайды. Сол кезде Құрмаштың жетісін, жылын бәрін береді. Сол кезде Құрмаштың Қасен дейтін ағасы болады. Оның Мәскеуден әкелген иті Аққасқа болады. Сол Қасен өзі сол қасқырды табуға шығады. Оның көптеген топтан адамдар табады. Олар бөлініп сол қасқырды іздей бастайды. Бөлінгенде Қасен мен Бесен бір жаққа кетеді, Аққасқаны алып. Солар ол көксеректі таудың жанынан тауып алады. Сол кезде Аққасқа мен көксерек төбелеседі. Сосын ол екеуін Бесен мен Қасен әрең дегенде ажыратып алады. Ажыратып алғанда Аққасқа қатты шаршап қалған, орнынан тұра алмай жатады. Сосын ол көксеректі ұстап алады да оны ауылға апарады. Оны әжесіне көрсетеді. Әжесі көксерек екенін таниды да оған сөйлеп жылай бастайды. Біз саған не істедік, сені кішкентай кезіңде қарағаннан басқа деп жылап барлық ауылды жылатады. Артық білім кітапта ерінбей оқуға тырысайық деп Ұлы Абай атамыз жырлағандай, кітап оқуға ерінбейік.